Сәлем, баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет бір рецептпен бөлісейін деп тұрмын. Пирог со сгущенкой с орехами. Алдыңғы видеода мен сіздермен пирог с курагамен бөлістім. Сол пирогтың тестісі қалды екінші. Сол екінші тестіға айттым ғой сіздерде видеода. Бір пирогтан, бір тестідан екі пирог шығады. Біреуін мен курагамен, екіншісі менде осы сгущенка және орехпен пирог. Өте дәмді пирогтардың бірі. Бұл пирогтың тестісін мен алдыңғы видеода курагага дайындаған тестім. Айттым ғой видеода сіздерге екі пирог шығады деп. Екі теңдей бөлікке бөліп холодильникке салып қойдым. Және мен бірінші пирогын курагамен пісірдім, екінші пирогын сгущенка вареный және орехпен. Сондықтан осы тестімен сіздер бір тесті пісіргіңіз келсе, осылардың барлығын теңдей бөліп тестісін бір пирогқа дайындасаңыздар болады. Немесе мен сияқты осы рецептпен дайындап екі пирог шығаруға болады. Начинкасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дайындаңыздар. Біреулеріңіз сметаник салуға болады, біреулеріңіз творожный салуға болады. Әр түрлі начинканы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осы орехпен, сгущенкамен дайындап көріңіздер міндетті түрде. Енді пирогымызды дайындаймыз. Тестіміз дайын. Қараңыздар, пергамент бумаганы қолданамыз. Және де менің форма 26 сантиметрлік және осылай асты алынатын форма қолдансаңыздар болады. Өте ыңғайлы пирог піскен кезде алуға. Енді тестімізді кішкентай бөлігін әсемдеуге алып қаламыз. Қалған бөлігін астына формамызға барлығын жайып шығамыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Осындай орех пайдаландым мен. Бұл кондитерский магазиндер сатады. Осындай сгущенка және де кішкене жұмыртқаның ағын пайдаланамыз. Бір жұмыртқаның ағын жартысын пайдалансаңыздар болады. Грецкий орех қолдансаңыздар да болады. Негізі оригинал рецепт грецкий орех қосуымыз керек еді. Бірақ мен қазір осы орехті қолданатын болдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша грецкий орех қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Және де осындай кондитерский магазиндерде сатады өлшемелі орех. Соны алып салсаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Енді пирогымыздың салмасын салып, бетін әрлеп және қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аласыздар. 160-170 градуста. Және де өздеріңіздің духовкаларыңызға қарап дайындаңыздар. Себебі әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан, оны пісіру уақыты әртүрлі болады. Бұл бірақ тез пісетін пирогтардың бірі. Өте дәмді, ерекше. Қонақтарыңызға дайындап берсеңіздер, немесе осы рецептпен сіздер заказ алып, заказға да пісіруге болады. Өте дәмді пирогтардың бірі. Грецкий орех қоссаңыздар да сіздерге өте күшті ұнайтын болады. Пирогымыз дайын, өте дәмді, ерекше пирогтардың бірі. Мен бұл пирогты заказға пісірдім. Клиенттарыма әрдайым ұнайтын пирогтарының бірі. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.